Төртінші есеп. Аның орнына қойғанда теңсіздік дұрыс болатындай барлық натурал сандарды атаңыз және олардың координаталық сәулеге орналастырыңыз. Бізде қос теңсіздік берілген және ортасында А деген әріп. А кез келген сан болуы мүмкін. Кез келген 27 мен 34-тің аралығындағы. Координаталық сәулеге орналастыру қажет, демек алдымен координаталық сәулені саламыз. Мына жерге шамамен 27 деп жазып алайық. Мына жерге 34. А осының арасындағы кез келген сан. Мүмкін ол 28, мүмкін ол 29, 30 болуы да мүмкін, 31 болуы да мүмкін, 32, 33 болуы да мүмкін.